видеосы шығады. Сол кезде қате іздеп көретіндер бар. Басын айтып қой, ол қате іздейтіндерге емес. Ана ақиқатты айтам деп шауып жүр ғой. Енді телефонмен отырып алып, ислам туралы жаман сөз айтып отқан адамға айтамды, комментарийіңмен не істей аласың? Ана біреу туралы әңгіме айтатын болсаң, ар жақ кім деп келеді ғой, дұрыс па? Каспиді ашқызу үшін кім сот орындаушыға бір нәрсе береді деген ғой, ақшасын төлейді, сот орындаушы тағы да оны ашып береді кейін. 570 мініп жүрсең де кедей болуы мүмкін екен да. Өйткені бір жігіттер бар да, жетпей жатыр дейді да. Кешке дейін дүниенің тіршілігін жасадық қой. Кешке келіп 45 минуттен ақыреттің де ілімін алып кетуіміз керек. Өйткені ең жаман адам кім деп айтады? Ашу жоқ адам дейді. Ашуланатын жерде ашулану керек. Сабақ алу, дәріс алу деген нәрсеге көп адам шыдай бермейді, байқасаңыздар. Бүйтіп айтады ғой. Құйрығы жерге қонбағанның басына білім қонбайды дейді. Сонда білім алу үшін адам сабыр сақтап, біраз отыру керек екен ғой. Өйткені мынандай нәрсе екен. Мысалы, ілім деген нәрсе 1 сағат болады ғой, мысалы. 45 минут болады. 45 минуттан кейін мектептерде мысалы демалысқа шығарып жібереді. Енді біз бүйтіп алайықшы. Мына сабақтар жалпы 40-45 минут болады, 1 сағат болады асып кетсе. Соны бүйтіп айтады ғалымдарымыз. 1 сағат ілім алудың қиыншылығына шыдай алмасаң дейді. 1 сағат ілім алудың қиыншылығына шыдай алмасаң, өмір бойы надандықтың шұңқырында өмір сүруге шыдауың керек болады дейді. Қайсысын таңдайсың дейді ғой. Не 1 сағат ілімнің қиыншылығына шыдайсың дейді. Егер оған шыдай алмасаң, өмір бойы надандықтың шұңқырында өмір сүруге шыда онда дейді. Сондықтан білім деген нәрсе ол өте маңызды нәрсе. Сондықтан иншалла бір-бірлеріңізге хабарлап жүріңіздер. Бұдан кейін иншалла әр дүйсенбі күні осы бір кітапты басынан соңына дейін оқып шығуға әрекет жасаймыз иншалла. Хабарлап айтыңыздар. Жаңағы шығып кеткен жігіттер жаным ашып кетті. Не деген нәрселерін қап кетеді. Ертең қияметтің күні білмедім дейміз ғой енді. Бет жоқ, бірақ үйтіп айтуға да болмайды. Өйткені үйренем деген адамға үйренетін нәрсе өте көп қой. Мынандай нәрсе бар екен, қараңыздар. Егер дейді, 2 нәрсе білсең дейді, 2 нәрсе білетін болсаң, 1 нәрсе білетін адамға үйрет дейді, 3 нәрсе білетін адамнан үйрен дейді. Түсіндіңіз ба? 2 нәрсе білсең дейді, 1 нәрсе білетін адамға үйретесің дейді, 3 нәрсе білетін адамнан үйренесің дейді. Осылайын тоқтамау керек. Мен білем оны деген нәрсе болмайды екен ғой. Алла тағала иншалла бізге хайырлы, пайдалы ілімдер үйренуді, амал етуді баршамызға нәсіп етсін иншалла. Алла тағала қаншама халықтың ішінен өзіне құлшылық жасайтын адамдарды теріп алатын сияқты. Мысалы, қаншама халықтың ішінен намазхандар бар, намазхандардың ішінде мешітке келетіндер бар. Барлығы емес қой. Мысалы, қазір біз мешітте оқыған кезде бүкіл намазханның барлығы мешітте оқып жатқан жоқ қой. Сонда Алла кімге нәсіп қылады, солар екен ғой. Ал сол мешітке келгеннің ішінде сабаққа қатысуды да бәріне бұйырта бермейді екен ғой. Өйткені ілім нұр дейді ғой. Ілім деген нұр. Алла ол нұрды көрінгенге бере бермейді оны. Ілім деген ол нұр. Иншалла Алла ілімімізді арттырсын, пайдалы, хайырлы ілімдер үйреніп, амал жасауды нәсіп қылсын. Енді біз бір кітап бастаймыз. Кітаптың атын қарасаңызшы. Рисалатул Мустаршидин деп аталады. Бұл не деген сөз? Рисалатул Мустаршидин қазақшасы тура жол іздеушілерге хат деген сөз. Кітаптың аты қараңыз. Тура жол іздеушілерге хат. Егер мен тура жолда болғым келеді, тура жолда жүргім келеді дейтін болсақ, онда осы хат саған деп тұр ғой, былайша айтқан кезде. Осы хат. Енді кітаптың авторы, осы Рисалатул Мустаршидин жазып кеткен автор 165 жылы туылған. Хижри бойынша. Қазір 1445 емес па? Сонда 165-те туылған адам қанша болды сонда? Машалла. 885 бола ма? Одан көп болады ау? Жоқ, 165 болатын болса қазір 1445 жыл қазір. 1200 жылдан асып кеткен ғой, былайша айтқанда.
1200 жылдан асып кеткен. Сонда қарасаңыз, сол уақытта жазылған кітаптар әлі күнге дейін мұсылман жамағатының арасында оқылып келе жатыр екен ғой. Иншалла, сол кезде жазып кеткен, яғни Тора жол іздеушілерге хат деп жазып кеткен. Иншалла, біз кейде бір жігіттер болады да, бүйтіп айтады. Енді ырза боламын сондай жігіттер WhatsApp-тан жазып жіберген кезде, қандай сүннет амалдар бар біз білмейтін. Соны бір жазып жіберіңізші, амал жасайық деп жазатын жігіттер бар. Былайша айтқан кезде оған енді тамақты оң қолмен же, бисмилля деп іш, осындай сүннеттер бар деп айтпайсыз оған. Ол оның барлығын орындап жүр. Енді оған не керек? Әлі естімеген бір нәрселер жасағысы келіп жүр да, сөйтіп сұрайды, бір жақсы бір сүннет амалдар бар ма? Жасайық дейді. Осының ішінде Рисалатул Мустаршидінде мынандай нәрселер бар. Тура жолда болғың келсе, мыналарды жасайсың, мыналарды жасамайсың деп кітаптың соңына дейін сондай нәрсе айтып шығады. Бір кітаптың соңына дейін. Егер амал жасайым деген адамдар болатын болса, тура жолда болғың келеді дейтін болса, осы кітапты негізі соңына дейін тыңдап шықсаңыздар керемет болады. Өзіме қатты ұнайтын кітаптардың бірі. Енді осы кітаптың авторы Харис әл-Мухасибиді 165 жылы туылған. Бірақ сол кітапқа түсіндірме жазатын ғалымдар болады ғой. Мысалы, бір хадис болады, сол хадисті түсіндіріп беретін ғалымдар болады ғой. Сол сияқты Харис әл-Мухасибидің сөзін төбеде Харис әл-Мухасибидің сөзі кетеді, астында сол сөзді түсіндіретін тағы былайша екінші кітап сияқты ғой. Ал ол астына түсіндірме жазған Абдул-Фаттах Абу-Ғудда деген 97 жылы қайтыс болған мықты ғалым болған. 97 осы бері керек те. Біздің осы милади бойынша қазір 2023 болатын болса, 97 жылы қайтыс болған Абдул-Фаттах Абу-Ғудда деген ғалым болған. Сол түсіндірме жазады. Яғни Харис әл-Мухасибидің сөзі төбеде келеді, астында сол сөздерді түсіндіретін сөздер келеді. Екеуін қосқан кезде керемет нәрселер шығады ғой. Иншалла, соны бірге оқып шығамыз иншалла. Осы кітаптың авторы, Харис әл-Мухасибиге түсіндірме жазған Абдул-Фаттах Абу-Ғудданың баласы болған Сальман деп. Сальман деген. Сол Сальман мына кітапты айтады. Мына кітап дейді, әкемнің рухы еді дейді. Өте қатты жақсы көретін еді мына кітапты дейді. Сол жақсы көргендігі үшін осы кітапқа не жазып шыққан? Түсіндірме, яғни ашықтап түсіндіріп бергенде, анау кейбір сөздерді. Мысалы, бір мақал болатын болса, сол мақалды бір бет қылып түсіндіруге болады ғой, мысалы. Сол сияқты бұл Харис әл-Мухасибидің сөзінде ашықтап түсіндіретін Абдул-Фаттах Абу-Ғудда. Енді бірінші Абдул-Фаттах Абу-Ғудданы таныстырып алайық. Абдул-Фаттах Абу-Ғудда 97 жылы қайтыс болған дедік қой. 17 жылы туылған. 1917 жылы туылған. Сирияда Алеппо деген жер бар ғой, сол жерде туылған. Бірақ кейін Ар-Рияд деген қала бар ғой, Саудияның астанасы. Сол жерде қайтыс болады. Бірақ қайтыс болғаннан кейін ол жерге жерленбей, Мәдина қаласы бар ғой, Медина. Сол жерге апарып, Әл-Бақи деген мазарат бар емес па? Қажылыққа, омраға барғандар білесіздер, Бақи мазарат тура Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітінің қасында. Сол мазаратқа келіп жерленеді. 97 жылы. Бірақ қай жерде қайтыс болады? Ар-Рияд қаласында қайтыс болады. Әл-Асхар университеті бар ғой Мысырдағы. Сол жерде оқыған. Өте мықты Абдул-Фаттах Абу-Ғудда деп өмір баян тағы да, Google деген нәрсе бар ғой қазір. Сол жерге жазсаңыздар, иншалла, тереңірек тағы да хабарлар алуға болады иншалла. Енді Абдул-Фаттах Абу-Ғудда осы кітапты түсіндіріп жазады, ал кітаптың негізгі авторы кім еді? Харис әл-Мухасиби. Харис әл-Мухасиби, рахимахулла, бұл кітапқа не үшін шын аты Харис бин Асад. Ал Мухасиби деген бүкіл жерде имам Мухасиби деп танылды. Неге Мухасиби десе? Мухасиб деген есепке тартушы деген сөзді. Сонда өз-өзін көп есепке тартқандығы үшін өз-өзін көп есепке тартушы деген мағынадағы Мухасиби деген атпен танылған ғой тарихта. Мысалы, тарихтағы ғалымдар қарайтын болсақ, барлығы өз-өзін көп есепке тартып тастаған ғой. Бірақ солардың ішінде Мухасиби өз-өзін көп есепке тартушы деп бір адам танылған кім ол? Осы Харис әл-Мухасиби. Атын бір жаттап алайық. Кітаптың негізгі авторы кім? Харис бин Асад әл-Мухасиби. Харис бин Асад. Шын аты Харис енді. Енді Харис әл-Мухасиби 165-те туылады, 243-те қайтыс болады.
Басра қаласында, Иракта Басра қаласында туылады да, Бағдат деген қалада қайтыс болады. Енді бұл кітаптарды оқуымызға себеп болатын нәрселерге келейік енді. Бұл кітаптар негізі Тура жол іздеушілерге хат деген тасауф ілімі бар ғой, сол мәселелерді қозғайды. Бұл жерде салихтардың өмірінен айтады, олардың оқиғаларын айтады, олардан ғибрат алатын жерлер, одан кейін мықты сөздер келтіреді. Енді бұндай кітаптарды оқудың қандай пайдасы бар деген кезде Абдул-Фатта Абу-Ғудда кітабының басында мынандай нәрселерді айтады. Қарсаңшы, тура жол іздеушілерге хат деген кезде тура жол іздеушілерге айтылып жатыр бұл. Егер де бұл кітапты ертең мысалы видеосы шығады, сол кезде қате іздеп көретіндер бар. Басын айтып қой, ол қате іздейтіндерге емес. Кітаптың аты қандай? Тура жол іздеушілерге хат. Тура жол іздеушілерге хат. Енді қарсаңызшы, қате іздеп не істейміз? Исламнан қате іздеп. Мысалы қараңыздар, бұл исламнан қате іздеп қаншама патшалар әскер жұмсаған ғой. Бұл исламды тоқтату үшін бір мемлекеттер құрылған ғой. Бұл исламды тоқтату үшін, исламды жою үшін қаншама патшалар әскерін жіберіп жоймақшы болған ғой. Енді мен айтам да, сондай патшалар, сондай мемлекеттер бұл исламды құртамады да өздері жоқ болып кетті. Енді телефонмен отырып алып, ислам туралы жаман сөз айтып отқан адамға айтам да, сен емес, патшалардың шамасы келмеген бұл исламды құртуға. Мемлекеттердің шамасы келмеген, сен комментарийіңмен не істей аласың? Сен де сол тарихта құрып кеткен адамдармен бірге сен де ертең жоқ болып кетесің. Бекерге атың тарихта жаман болып қалады, болды, басқа еш нәрсе жоқ. Мысалы, қазір Әбу Ләхаб деген кезде мақтаймыз ба? Тек қана лағнет айтамыз. Әбу Жәһил деген кезде мақтаймыз ба? Тек қана лағнет айтамыз. Одан алдын, мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан алдын Намрудты мақтаймыз ба? Намруд әлемді басқарған кәпір патша болған ғой. Өзі 4 патша болған, әлемді басқарған. Екеуі мұсылман, екеуі кәпір дейді. Екі мұсылман кім? Зүлқарнайн мен Сүлеймен алейхиссалам әлемді басқарған патшалар. Екеуі мұсылмандардан. Екеуі кәпірлерден, біреуі Намруд, Ибраһим алейхиссаламды отқа лақтырған бар ғой. Екіншісі Бұхты-Наср деген болған. Ол әлемді басқарған кәпір патша болған. Енді қарасаңызшы, осындай әлемді басқарған кәпір патшалар Алланың хақ дінін жоя алмаған ғой. Енді әшейін отырып алып, шамаң жетпейді деген сөз ғой. Сондықтан олайынан жасағанша, одан да хақ дін исламды түсініп, қабылдап, соны амал еткен дұрыс екен ғой. Ақиқатты айтам деп шауып жүр ғой. Мен айтқым келеді да, Құранды мойындамасаң, сені жаратқан Алланы ақиқатын мойындамасаң, Алланың ақиқатын мойындамасаң, қандай ақиқатты айтқың келіп жүр дегім келеді да. Қандай ақиқат ол айтқың келіп жүрген өзі? Егер өзің Алланың ақиқатын мойындай алмасаң, айтқың келіп жүрген ол кімнің ақиқаты ол өзі? Сондықтан мынандай нәрсе бар. Ислам деген нәрсе ол күндіз ғой, былайша. Күндіз оны көзіңді жұмып қараңғы қыла алмайсың. Көзіңді жұмсаң, өзіңе ғана тас қараңғы болып тұрады, болды. Бірақ жан-жағы жап-жарық болып тұрады. Сондықтан одан да қателік іздегенше осы ақиқатты түсінуді Алла баршамызға нәсіп қылсын. Мына тура жол іздеушілерге хат деген, тура жол іздеушілерге. Ал ішінен бір кір табам деп уақытыңды құртпай қойшы бекер. Ысырап қылмашы, бір сағат уақытыңды ысырап қылмашы деген сөз ғой. Бағанада қателік іздейтіндерге. Енді тура жол іздеушілерге хатта осындай ғалымдардың өмірбаянын оқуда қандай пайда бар деген кезде Жүнайд әл-Бағдади деген ғалым болған. Сол бүйтіп айтады. Әл-хикаяту джундун мин джунудиллахи таала. Ғалымдардың өмірлері, хикаялары ол Алланың әскерінен бір әскер дейді. Исаббитулла биха қулубал әулияйхи. Алла Тағала сол әулие құлдарының, салих құлдардың қиссаларын жеткізу арқылы мұъминнің жүрегін нықтайды дейді ғой. Мысалы, біз отырамызда дүниеге беріліп кеткен адамның өмірін оқи берсек бар ғой. Көп ақша тапқандардың өмірін оқи беретін болсақ, таққын кеп кетеді ғой, дұрыс па? Ал салихтардың өмірін оққан кезде солар сияқты болғың келеді екен. Соны Алла Тағала сондай тақуалардың өмірін айту арқылы адамның жүрегін не істейді дейді? Орнықтырады екен. Соны Жүнайд әл-Бағдади айтады.
Құраннан дәлелің бар ма деген кезде бүйтіп айтады. Құранда мынандай аят бар дейді. Ва куллан нақуссу алейка мин анбаир русул ма нусаббиту бихи фуадак. Біз саған бұрынғы пайғамбарлардың қиссаларын баяндаймыз дейді. Құранда осындай аят бар. Бұрынғы пайғамбарлардың қиссаларын баяндаймыз. Не үшін деген кезде жүрегіңді орнықтыру үшін дейді. Енді қалай орнығады деген кезде мынандай мәселе. Қараңыздар. Мұқият тыңдайық мына нәрсені қараңыздар. Құранда 25 пайғамбар бар дедік қой. Олардың оқиғаларын Алла Тағала не үшін айтты бізге? Машалла, керемет бопты деп отыру үшін емес екен. Мысалы, Нух алейхиссалам, Нух пайғамбар қанша жыл дағуат айтқан? 950 жыл дағуат айтқан. Бұл не деген сөз? Сен бір-екі рет айтып, мыналар бәрі тыңдамайды деп қоя сама деген сөз екен ғой. Сен Құран оқып жүрген адамсың ба? Құранда біз Нух алейхиссаламның оқиғасын, қиссасын саған не үшін айттық деген сөз ғой. Нух алейхиссалам 950 жыл Аллаға дағуат, Алланың жолына шақырды. Ал сен бір-екі рет айтып, мыналарға айтсаң да бәрібір, айтпасаң да бәрібір, мыналар тыңдамайды деп тоқтатып қойма деген сөз екен ғой. Ғибрат аласың дейді солайынан. Ибраһим алейхиссаламның қиссасын не үшін айтады Алла Тағала? Қанша жерден ақиқат жолында болатын болсаң, қанша жерден саған қиыншылық келіп жатса да, сабыр сақтап қайтпа деген сөз екен ғой. Отқалақтар жіберді мысалы. Ал егер де бағанағыдай бұл жолда болғың келмейтін болса, Фирауынның оқиғасын айтып жатыр Алла Тағала. Намрудтың оқиғасын айтып беріп жатыр Құранда. Фирауын сияқты теңізге батты да өлді. Қарун деген байдың оқиғасын айтады, дүниесімен жер жұтып кетті дейді. Егер де сондай болғың келетін болса, сол жолды таңда, егер мынау жолды таңдайтын болсаң, міне олардың соңы қандай болғандығын деп бізге ғибрат үшін қиссаларды айтып береді Құранда. Әйтпесем, Құран деген нәрсе ол көп мәлімет жазатын жер емес қой. Құран ол Алланың сөзі. Ішіндегі айтылған әрбір әріптің несі бар? Бір мағынасы бар. Әрбір әріптің мағынасы бар. Сондықтан бұл қиссаларды білу, ғалымдардың өмірімен танысу ол бізге өте пайдалы болады екен. Абу Ханифа рахимахулла бүйтіп айтады: "Ал-хикаяту минал улама ва махасинихим ахаббу иля мин касир минал фиқх." Ғалымдардың, ғұламалардың өмірлерін оқу, олардың жақсы қасиеттерін оқу маған көп уақыт фиқ оқып отқаннан да жақсы деп айтқан екен ғой. Көп уақыт фиқ оқу деген мәселе тек қана фиқпен айналысып кетіп емес, арасында нені оқып тұру керек дейді? Қиссаларды оқып тұратын болса, адамның жүрегіне не пайда болады? Мен де осындай болам деген нәрсе болады. Болмасаң да ұқсап бақ деген нәрсе болады. Енді бүйтіп айтады, Мұхаммад бен Юнус бүйтіп айтады: "Мен жүрекке ең пайдалы нәрсені салихтарды, яғни ізгілерді еске алудан жүрекке пайдалы нәрсе көрмегем" дейді ғой. Өйткені дейді, мынандай нәрсе бар екен. Ізгі адам дегеніміз кім? Ізгі деген араб тілінде не дейді оны? Салих адам дейді. Салихалы адам дейміз ғой. Салих деген ізгі адам. Ал муслих деген адам бар, ол адамдарды торалыққа шақырып жүретін, ізгілікке шақырып жүретін адам екен. Сол үшін ғалымдар айтады, осында екі адам бар дейді. Біреу салих, біреу муслих. Салихтарды бәрі жақсы көреді дейді. Ал муслихтарды ешкім ұнатпайды дейді. Өйткені бұлар торалап жүреді адамды, үйтуге болмайды, жақсы нәрсе емес. Ал мына ізгі адам өзі ізгі болды, ешкіммен жұмысы жоқ, өзімен өзі жүреді. Ал муслих деген кім деген кезде ізгілікке шақырып жүретін адам екен ғой. Ал оны ешкім жақтырмайды дейді. Біздің қазақта да оны не деп айтады? Турасын айтсаң, туғаныңа жақпайсың дейді. Ал өсек айтатын болсаңшы, біреу туралы әңгіме айтатын болсаң, ар жақ кім деп келеді ғой, дұрыс па? Ал адамды туралыққа шақырып, ақиқатты айтып ататын болсаң, не болады? Турасын айтасың, бірақ соны қарсаңыз, біздің аталарымыз біліп айтады ғой, туғаныңа жақпай қаласың дейді. Сондықтан салих болуды, муслих болуды Алла баршамызға нәсіп қылсын. Салихты бәрі жақсы көреді, өйткені ол үндемей жүре береді екен де. Сол үшін салихалы адам деп айтады. Ал муслих дегеніміз кім екен? Адамдарды туралыққа шақырып, қателері болса түзетіп жүретін адамдар екен. Енді бүйтіп айтады, Суфиян бин Уяйна деген ғалым рахимахулла, "Инда зикр салихин танзилу рахма", салихтарды, ізгілердің өмірлерін айтып жатқан кезде дейді, сол жерге рахым түседі дейді. Бұл жай нәрсе емес қой, салихтардың өмірін айту. Омар радиаллаху анхуды танымайтын адам жоқ қой. Мен мұсылман деген адам бірінші кімді таниды өзі? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Әбу Бәкір, Омарларды таниды ғой. Сол Омар радиаллаху анху бүйтіп айтады: "Алла дейді, мен мынау дүниеде
қалғым кеп тұрғанның себебін айтайын дейді ғой. Ана дүниеде өмір сүру үшін біздің кейбіреуіміздің ниетіміз андай болады ғой, тағы да өмір сүргім келеді, мен қызық көргім келеді, өмірдің қызығын көріп қалғым келеді деген нәрсе болады ғой. Ал Омар радиаллаху бүйтіп айтқан екен: Алла, менің бұл дүниеде қалуыма себеп болып тұрған 3 нәрсе бар деген ғой. Қалуыма себеп болып тұрған. Бірінші не десе, Алла жолында күресу дейді. Дүниеде қалуыма себеп болып тұрған нәрсенің біреуі не дейді? Алла жолында күресу дейді. Екінші, түнгі намаз дейді ғой. Тахаджуд. Үшінші, салих адамдардың қасында отырғым келеді дейді. Осы 3 нәрсе ғана дүниеде қалғым кеп тұрғандығына себеп болып тұр дейді ғой. Егер осы 3-еуі болмайтын болса, дүниеде қалғым кеп тұрған жоқ деп тұр ғой. Қарасаңшы, Алла жолында күресу, түнгі намаз. Сонда түнгі намаздан соншалықты рахаттанады екен ғой. Түнгі намаздан соншалықты рахаттанады. Ал түнгі намазға не үшін тұра алмай қалады адам десе, күндізгі жасаған күнәлары түнде тұруына қақпақ болып қалады екен ғой. Мысал қараңыздар, штрафқа түсе берсеңіз, кәсібіңіз не болады? Бұғатталады дейді ғой. Штрафқа түсесіз, төлемейсіз, штрафқа түсесіз, төлемейсіз. Сөйтіп ең соңында не болады анау? Бұғатталады. Блокировка. Болды, ашылмайды. Енді адам күнәні жасай береді, күнәні жасай бергеннен кейін, ана түнгі намаздарға тұруға бұғатталып қалады екен ғой. Одан оған таң намаз қосылады, одан кейін жай 5-нің өзі қосылып қалады екен ғой. Сол үшін бірден анау кәсіпидегін төлеу керек. Сөйтіп төлеп болғаннан кейін де ашылмайды ғой, штрафтар төлеп болғаннан кейін. Кәсіпиді ашқызу үшін кім? Сот орындаушыға бір нәрсе береді екен ғой, ақшасын төлейді, сот орындаушы тағы да оны ашып береді кейін. Сонда қарасаңыз, анау түнгі намаздарға, таң намаздарына тұру үшін анау күнәлар тастау керек. Одан кейін жасап қойған күнәларға тәубе ету керек. Сол кезде анау ашылады екен. Иншалла, Алла баршамызға нәсіп қылсын иншалла. Анау сырттағы жүрген адамдардан өздеріңіз түсіне берсеңіздер енді. Не үшін дейміз ғой, не үшін келмейді, не үшін деген нәрсе. Алла Тағала тек қана құлақты бермеген ғой естуге. Кейбір сөздерді жүрек естиді. Ал жүрекке естілмейтін болса, ол ешқашан келмейді екен ғой мешітке. Тек қана құлақпен естіп келмейді. Одан бір адамдарға бір сөздер түсініксіз болып жататын болса дейді, оған қатты шаршама дейді. Өйткені бір тілде сөйлесетіндер емес дейді. Бір сенімде болғандар бір-бірін түсінеді екен ғой. Айтпесем, бір тілде, мен саған қазақша айтып жатырмын дейміз ғой кейде. Соны түсінбей жатады ғой. Сонда бір тілде сөйлесетіндер емес, бір сенімде болғандар бір-бірін түсінеді екен ғой. Ал егер бір тілде сөйлесетін болса, бір тілде сөйлесетіндер бір-бірін түсінетін болса, ол кезде баяғыда бір-біріміз түсініп, Алламызды танитын едік қой. Демек, бір тілде сөйлесу емес, бір сенімде болғандар ғана бір-бірін түсінеді екен. Иншалла, бізге осындай нәрсені Алла нәсіп қылсын иншалла. Енді бұл салихтардың өмірін оқудағы қатты маңыздылықтар ғой. Енді Харис әл-Мухасибидің кішкентай бір қысқаша өмірлерінің қиссалар айтайық. Өйткені кітаптың авторы қандай адам болғандығын біліп отырайық та. Харис әл-Мухасиби бағана айтты ғой, өз-өзін көп есепке тартатын адам болған. Бұның есепке тартқандығын ғалымдардың барлығы көргеннен кейін сондай лақап берген ғой, айтқан. Өз-өзін көп есепке тарту деп Мухасиби деп айтқан. Енді бұған байланысты имам Ғазалиді танисыздар ма? Көп ескестері Ихия Улумиддин деген кітабы бар, қазақшаға аударылған. Бүкіл уағызшылар сол имам Ғазалидің кітабынан уағыз айтады негізінде. Бүкіл уағызшылар. Ол Өзбекстан болсын, ол Түркия болсын, Қазақстан болсын, барлығы осы Ихия Улумиддиннен пайдаланады уағызға. Сол Ихия Улумиддиннің авторы имам Ғазали Харис әл-Мухасибиге байланысты бүйтіп айтқан екен ғой. Харис әл-Мухасиби хайрул уммати фи илмил муамала, муамала ілімінде, тасауф ілімінде бұл үмметтің ең хайырлы адамы деген ғой, мына кітаптың авторына. Имам Ғазалидің өзі сондай нәрсені айтқан. Өйткені имам Ғазали осы Ихия Улумиддин деген кітабын жазған кезде, мынау Харис әл-Мухасибидің, енді атын шатастырмаңыздар, басқа Ар-Риая деген бір кітабы бар да, бөлек кітабы. Ихия Улумиддинге тек қана содан пайдаланған екен ғой.
Сондықтан бұл Харис әл-Мухасиби оңай адам емес. Имам Шатиби деген ғалым болған, Әл-Ихтисам. Бұл жерде кітаптардың қандай кітапта келгендігі, қай томда келгендігі, қай бетінде келгендігін бәрі жазылып кеткен нәрсе. Мысалы, бір оқиға айтып беретін болса, ол оқиға қай кітапта, қай томында, қаншасыншы бетінде келгеннің барлығы бар. Енді Ихтисам деген кітап бірінші томы 284-ші бетінде дейді. Мынандай сөз бар дейді. Вал Харис әл-Мухасиби ин кибарис суфия. Софылардың ең үлкендерінен дейді, тасауф ілімін ұстанатындардың ең ірілерінен, үлкендерінен, әл-Мухтада бихим, соңдарынан еруге болатын үлкен адамдардың үлкені дейді ғой, былайша айтқан кезде. Харис әл-Мухасиби. Енді бір күні Жүнайд әл-Бағдади бүйтіп айтады. Харис әл-Мухасиби кітап жазатын кезде бүйтетін еді дейді. Мына кітаптың авторын таныстырып жатырмыз. Кітапты қалай жазады екен? Шәкірті имам Жүнайд әл-Бағдади бүйтіп айтады. Мені ертіп алатын еді дейді. Сосын бүйтіп ауылдың сыртына шығатын едік дейді. Сосын маған сұрақ сұра деп айтады екен. Сөйтіп сұрақ сұрайды, ол жауап береді. Сөйтіп сол жауап берген нәрселерін үйіне барып кітапқа түсіреді екен ғой соны. Кітаптардың барлығын сөйтіп жазған екен. Сұрақ сұрайды, сол сұраққа жауап береді, сол кітаптарын сөйтіп жазып шыққан екен. Енді қазір мына жерде мен Харис әл-Мухасибидің тағы бір оқиғасын айтайын. Кітаптың авторы бала кезінде бір балдар ойнап жүрген. Бұл солардың қасына барып қарап тұрған кезде бір кісі келеді, балдарға құрма таратып жатады дейді. Сөйтіп Харис әл-Мухасиби қарап тұрады, анау адамнан сұрайды. Қай жақтан келген құрма дейді ғой? Бала. Сөйтіп анау айтады, анау үлкен кісі айтады. Жаңа бір кісіге құрма сатып едім. Сол кетіп бара жатқан кезде құрмасын алып кетіп бара жатқан сумкасынан 5-6 құрма түсіп қалып еді, солар ғой деген ғой. Сөйтіп анау Харис әл-Мухасиби бала ғой енді, ана қасындағы достарынан сұрады дейді ғой. Мына кісі мұсылман ба деп. Мұсылман деген да балдар. Бүйтіп ананың түріне бір қарап, бұрылып кетіп қалған ғой Харис әл-Мухасиби бала кезінде. Сөйтіп анау үлкен адам біртүрлі болып қалған ғой, мынау не болды, мұсылман ба деген істеп артынан жүгіріп барып ұстап алып, не үшін өйтіп айтқандығын айтпасаң жібермеймін деген ғой. Сөйтіп Харис әл-Мухасиби айтады, бала кезінде бүйтіп айтады ана үлкен кісіге. Сіз жаңағы құрма сатып алған адам танисыз ба дейді. Я танимын. Енді сіз қалай дейді да, біреудің ақысы болған құрманы мұсылмандардың баласына келіп жегізіп жатсыз дейді ғой, ананы апарып бермей дейді. Сізде де мұсылман дейді ғой деген ғой. Сөйтіп анау үлкен адам бір түрлі болып қалып бүйтіп айтқан ғой. Валлахи ла аттажирту лид-дуня абадан, бұдан кейін дүниеде сауда жасамаймын деп айтты дейді ғой. Кішкентай бала сондай оқиғаны айтпай, ана ғибарат нәрсені айтып берген ғой. Сен сонда өзіңді мұсылман деп санайсың. Бірақ мұсылмандардың баласына келіп харам жегізесің. Қалай деген ғой. Бұл жердегі мәселе қарасаңшы, негізі ол құрманы балдар жесе бір нәрсе болатын беді негізі. Нәрсе болмайтын еді, өйткені оған балдарға әкеп беріп жатыр. Бірақ бұл жердегі Харис әл-Мухасибидің соншалықты сақтанғандығы ғой. Енді Харис әл-Мухасиби тағы да өмірден өтетін кезінде дейді. Дәниқ деген нәрсе бар да араб тілінде. Дәниқ дегеніміз бір дирхамның 6-да 1 бөлігіне дәниқ дейді. Мысалы, бір теңгенің 5-те 1 бөлігі қанша? 20 тиын ғой. Ал бір дирхамның 6-да 1 бөлігіне дәниқ деп айтады екен. Өмірден өтіп бара жатқан кезде Харис әл-Мухасиби сол бір дәниққа мұқтаж болып өтті дейді ғой. Бірақ дейді, әкесінен 70,000 дирхам 70,000 дирхам мирасқа берді дейді негізі әкесінен. Неге алмады дейді ананы? Қараңыз, 70,000 дирхам мұраға қалған, бірақ өзі өмірден өтетін кезде бір дирхамның 6-да 1 бөлігі деп аталатын дәниққа мұқтаж болды дейді. Сөйтіп неге әкесінкін алмады десе, әкесі Қадария мәзһабын ұстанған екен ғой. Тағдырды жоққа шығаратындар бар ғой. Тағдыр жоқ дейтіндер. Сол Қадария мәзһабын ұстанғандығы үшін әкемнің дүниесін қолданбаймын деген екен ғой. Негізі қолдануға болатын бет негізі? Пәтуа берейікші мысалы. Негіз болатын еді ғой негізді. Енді бұл Харис әл-Мухасиби несі болды? Тақуалығы ғой. Әкесі Қадария мәзһабын ұстанғандығы үшін дүниесін қабыл етпеген ғой. Енді күмәнданғанда. Сөйтіп Харис әл-Мухасибидің тағы мынандай бір нәрсесі бар екен. Жүнайд әл-Бағдади бүйтіп айтады. Бір күні көшеде келе жатсам, үйімнің алдында отырсам, ұстазым кетіп бара жатыр екен дейді. Сосын айтқан ғой, үйге кіріп бір тамақ жеп алсаңшы деп шақырған ғой үйіне. Сөйтіп үйіне кіргізген,
үйіне кіргізген кезде үйімде еш нәрсе жоқ еді дейді. Қараңыз, Жүнәйд Бағдади айтады, үйімде еш нәрсе жоқ еді. Сөйтіп көкемнің үйі қасымда тұратын еді дейді. Бірақ көкемнің үйінде біраз дүние бар еді дейді. Бай еді дейді. Сөйтіп соның үйінен бір жейтін нәрселер әкеліп алдына қойдым. Сөйтіп Харис әл-Мухасиби аузына бана тамақтан салды да ұзақ уақыт шайнап отырды дейді. Шайнап отырды. Бір кезде орнынан тұрды да бірден кетіп қалды дейді. Сөйтіп ертесі күні жолығып қалдым дейді. Сол кезде, ей ұстазым, кеше нақып кетіп қалдыңыз, үндемей кетіп қалған ғой тағы да. Сол кезде Харис әл-Мухасиби айтады ғой, негізі менде мынандай бір қасиет бар дейді. Егер Алла тағала мен бір күмәнді нәрсені аузыма салатын болсам, бір жұтамай кетем дейді. Сөйтіп ананы жұтамағаннан кейін, анау бір тамақта проблема бар ғой дедім да, орнынан шығып, сыртқа тастап кеттім дейді ғой. Сөйтіп анау шәкірт айтады, олай болса мен бүгін тағы да шақырамын сізді дейді ғой үйге. Таза нәрсемен шақырамын дейді да. Сөйтіп ана көкесінің үйінен емес, өзінің үйінде бар нәрсені алып келіп, қатқан нан мен су әкеліп қояды ғой. Сөйтіп соны жейді, бұдан кейін шақырсаң осылай шақыршы деп айтқан екен да. Бұлардың барлығы кітаптарда келеді. Мен мына жерде қазір оқып жатқан жоқпын да, просто бүйтіп түсіндіріп кетіп жатырмын. Иншалла бұдан кейін біз келесі сабақтардан бастап әр сөзін оқып тұрып айтамыз иншалла. Одан кейін Харис әл-Мухасиби өмірден өтетін кезде бүйтіп айтты дейді қасындағыларға. Екі түрлі жағдай болады. Егер де мен өмірден өтіп бара жатқан кезде, енді жаны шығып бара жатқан кезде сөйлей алмайды ғой енді. Егер сол кезде мен жақсы нәрселер көріп жатқан болсам, тәбәссүм жасаймын деген. Тәбәссүм дегені жымиямын дейді. Ал егер де жаман нәрселер көре бастасам дейді, ол кезде ол түрімнен белгілі болады дейді. Сөйтіп шәкірттер айтады, өмірден өтіп бара жатқан кезде күліп барып жан тапсырды дейді. Бұл не дегенін білдіреді? Демек жақсы нәрселер көреді. Негіз барлығы көреді ғой, адамның барлығы, бірақ оны соңғы сәтте не қылмайды, қасындағыларға айта алмайды оны. Сол күйі өмірден өтіп кетеді. Енді Харис әл-Мухасибидің осындай әдемі нелер болған өмірінде оқиғалар бар. Енді сіздерге 4-5 иншалла әдемі сөздерінен айтамыз. Одан кейін келесі жолы Рисалатул Мустаршидин деген кітап басталады. Біз қазір кіріспе жасап отырмыз. Кітаптың авторын танымалайық деген мақсатта қайталап айтып отырмын. Кітаптың авторы бүйтіп айтады. Әдемі сөздеріне, мысалы, нақыл сөздері бар ғой, бүйтіп айтады. Хияру хадихил уммати аллазина ла ташғалухум ахиратухум ан дуньяхум ва ла дуньяхум ан ахиратихим. Мынау үмметтің ішіндегі ең хайырлы адам дейді. Дүниесі үшін ақыретін тастамаған, ақыреті үшін дүниесін тастамаған адам ең хайырлы адам дейді. Қараңыз, ақырет деп дүниесін тастап қоймайды. Немесе дүние деп ақыретін тастап қоймайды дейді. Екеуі не істейді? Бірге алып жүреді. Өйткені Құранда бізге Алла Тағала қандай дұғаны үйретті? Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана. Кешке дейін дүниенің тіршілігін жасадық қой. Кешке келіп 45 минуттен ақыреттің де ілімін алып кетуіміз керек деген мәселе ғой. Екеуін бірге алып жүру керек дейді. Одан хуснул хулуқ, бұл да Харис әл-Мухасибидің сөзі, ең көркем мінез мынандай адам дейді. Ихтималул аза, біреу зиян беретін болса шыдау дейді, сабыр сақтау. Ва қиллатул ғадаб, ашуы аз болу керек дейді. Қараңыз, ашу жоқ болу керек деген жоқ. Ашуы аз болу керек. Өйткені ең жаман адам кім деп айтады? Ашу жоқ адам дейді. Ашуланатын жерде ашулану керек. Одан кейін бүйтіп айтады. Ва бастул вajh, және де жүзді төмен қаратып жүру. Ва тибул калам, және де әдемі сөз сөйлеу, көркем мінезі бар адамның белгісі дейді. 4 нәрсені қараңыздар. Бірінші не? Біреу зиян беретін болса, сабыр сақтайды, яғни шыдайды. Екінші, ашуы аз. Үшінші, жүзі төмен қарап жүреді. Төртіншісі, әдемі сөздер сөйлейді. Көркем мінезі бар адам осындай 4 қасиеті бар. Одан бүйтіп айтады. Мән ләм яшкури Алла Тағала ала ниъма. Мынау сөзді жазбасаңыздар болады, қараңыздар. Кімде кім Алла берген нығметке шүкір етпесе дейді. Фақад истадаа завалаха, ол адам сол нығметтің өзінен кетуін тілеп жүрген адам дейді. Мына сөз қараңыздар. Бір адам өзінде бар нығметке шүкір етпей жүрсе дейді, ол адам сол нығметтің өзінен кетуін тілеп жүрген адаммен бірдей дейді. Мысал қараңыз, көзі көреді ғой адамның. Көзіне шүкір ете алмаған адам соқыр болуды аңсап жүр деген сөз шығады екен ғой. Мына сөз қараңыз, қайтадан оқиын.
Мән ләм яшкурилләһ тағала ала ни'ма, кім Алла берген нығметке шүкір етпесе, фақад истад'a завалаха. Ол адам ол нығметтің өзінен кетуін тілеп жүр дейді. Ана нан қоқымын шашпаңдар деген сөздер бар ғой. Соны пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Егер де сол жердегі қоқымды қадірін білмейтін болсаңдар, біз анау жерде жатса баспаңдар дегенді сол хадистен алған екен ғой. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Егер де сондай нанның қадірін білмесеңдер дейді, Алла тағала ол нығметті ақ қояды да дейді, одан кейін сол нығметтің сол қауымға келу өте қиын болады дейді. Сондықтан ол қоқымның өзін шашпау керек. Шүкір ету мәселесі. Одан мынандай бір әдемі сөз бар. Күллі захидин зухдаху аля қадри ма'рифати. Адамның зүхд деген нәрсе, андай дүниеге мән бермеу деген нәрсе бар ғой. Сол қандай болады десе, Алланы қаншалықты танитын болса, соншалықты дүниеге қатты мазасы кетпейді екен оның. Алланы қаншалықты таниды, соншалықты ол дүниеге қатты уайымдамайды. Ал Алланы тану қаншалықты болады десе, ва ма'рифата аля қадри ақлихи, ақылы қаншалықты дәрежеде болатын болса, оның Алланы тануы да соншалықты дәрежеде дейді. Ал ақылу аля қадри қуввати иманихи, ал оның ақылы иманының дәрежесінде болады дейді. Мысалы, енді бұны керісінше оқитын болсақ, кімнің иманын күшті, ақылы мықты дейді. Ал кімнің ақылы мықты, оның Алланы тануы мықты дейді. Ал кімнің Алланы тануы мықты, ол дүние үшін қатты уайымдамайды дейді. Былайша айтқан кезде. Бұл да бір әдемі сөздерінен. Одан бір сөзін оқиық, сонымен бітіреміз. Аңғарыңыз, әз-залим, мен арасынан теріп оқып отырмын, көп сөздері бар негізінен. Әз-залим надимун ва ин мадахаху нас, залым адам дейді, әділетсіз адам, бүкіл адам оны мақтап атса да, ол түбі өкінеді дейді. Вәл мазлум салимун ва ин заммаху нас, ал мазлум адам дейді. Мазлум дегеніміз не еді? Зұлымдыққа ұшыраған адам. Мазлум дейді ғой. Мазлум дұғасы қабыл болады дейді ғой. Зұлымдыққа ұшыраған адам. Соны айтады. Мазлум адам, әділетсіздікке ұшыраған адам, сәлимун амандықта болады, ва ин заммаху нас, бүкіл адам оны жамандап жатса да дейді. Басына айтайық. Әділетсіз адам, ол адам түбі өкінеді дейді. Оны бүкіл адамдар мақтап жүрсе де дейді. Қараңыз, бүкіл адам бұны мақтап жүр ғой, бірақ бәрібір түбі өкінеді дейді. Ал мазлум адам, әділетсіздікке ұшыраған адам, бүкіл адам оны жамандап жатса да, ең сонда аман қалатын сол болады дейді. Сәлимун ва ин заммахун нас, оны бүкіл адамдар жамандап жатса да дейді. Одан қараңыздар. Вал қани' ғанiyun ва ин жа', қанағатшыл адам аш болса да бай дейді. Вал харис, ал ашкөз, фақирун ва ин мәлік, патша болса да кедей дейді. Ашкөз адам. Мына сөз қарасаңызшы, қанағатшыл адам аш болса да бай. Ғани деген бай. Ал харис деген ашкөз, тоймайды дейді. Ол патша болып отырса да, уайын мәлік дейді ғой. Мәлік деген сөз бар ғой. Уайын мәлік патша болып отырса да, ол кедей дейді. Кедей, не үшін кедей? Өйткені жетпей жатыр ғой бір нәрсе. Қарасаңызшы, бай адам деп кімге айтамыз? Бай адам шүкір болды деп отыр. Жетеді, баршылық деп отыр да. Ал бір нәрсе жетпей жатыр деген адам кедей ғой, жетпей жатыр ғой оған. Сонда қарасаңызшы, андай нәрсе бар екен да, 570 мініп жүрсең де кедей болуы мүмкін екен да. Өйткені бір жігіттер бар да, жетпей жатыр, жетпей жатыр дейді да. Сонда жетпей жатқандығына қараған кезде әлі бір нәрсе керек болып жатыр ғой оған. Ал қанағатшыл адам аш болса да ол бай дейді. Бұл сөздерден керемет. 4 нәрсені айтты ол. Бәрі бір сөздің ішінде. Бүйтіп айтады. Залым адам барлығы оны мақтаса да ол түбі өкінеді дейді. Ал мазлум адам бәрі жамандаса да оны соңында аман қалатын сол дейді. Қанағатшыл адам аш болса да бай, ал ашкөз адам патша болса да кедей дейді. Бұл әшейін ғибаратты сөздері. Иншалла мен кітапты бір-екі бет ашамыз да, мына жерде Рисалатул Мустаршидин деп кітап енді басталады. Енді бұл жерде мұсылман адам тура жолда болу үшін мынау нәрсені істеу керек, андай нәрсені істемеу керек деп басталады иншалла. Ішінде амалға асыратын көптеген амалдар бар иншалла. Соны тыңдап, бір-бірлеріңізге хабарларыңызды айтып, соңына дейін тыңдап шығуды Алла баршамызға нәсіп қылсын иншалла. Қазір шығып кеткен адамдар қазір қайықта?
мынандай ғой, барлығын айтпаймыз. Енді біреуі бір жұмыспен кетті, оған әңгіме жоқ. Біреуі мазасы жоқ, әңгіме жоқ. Ауырып отыр ғой, не істейді енді ол? Намазын оқыды. Ал үйге барып алып, WhatsApp-тан не істеп жатсыңдар деп отырғанша, осы жерде отырып, кішкене бір пайдалы нәрсе алып кеткен, өзіміз үшін жақсы ғой. Алла жолында отырып кетсек те. Бір сөз айтып кетейін, соңғы. Кеше ғана бір Түркияда бір ұстазым бар еді, енді өзінің уағыздарын тыңдап тұрамыз ғой, енді өзінің жеке сабағын. Тура осы кітапты оқытқан ұстазым да енді. Бүйтеді. Мен тұрам дейді да. Мен тұрып уағыз айтам деді. Жоқ, отырамын. Бүйтіп тұрам деп, тұрып уағыз айтып отыр да. Бүйтеді. Егер имам отырса, жамағат жатады дейді. Ал имам тұратын болса, жамағат отырады. Сондықтан сіздер отырыңыздар, мен тұрайын дейді да. Сөйтіп ар жағынан мынандай сөз айтып отыр да. Бір хадис бар дейді. Кімде кім Алла жолында, Алла үшін азғантай уақыт аяқта тұратын болса дейді да бүйтіп. Алла Тағала оған Қадыр түні қара тас бар ғой, Хаджарул Асвад. Соның алдында тұрғандай сауап жазады дейді ғой. Хадис бар дейді осындай. Әшін Алла үшін азғандай уақыт аяқта тұратын болса да бүйтіп. Ал Алла үшін бір сағат отырушы. Ойлана берсеңізші енді. Сауапты біз андай нәрседен іздейміз ғой кейде. Бәрін қопарып тастаған кезде сауап алатын сияқтымыз ғой оны. Бір как будто мешіт салмасаң сауап жоқ сияқты болып тұрады ғой. Сөйтіп соны күтіп жүреміз. Байысам, мешіт салам деп қоямыз ғой. Сауап деген нәрсе кішкентай нәрселерден болады. Әшін ниетімізді туралап, Алла үшін, осы Алланың дінін үйренейінші деп азғантай уақыт отыратын болсақ, сол жерде сауаптардың барлығы кетеді ғой, иншалла. Ал аны біреу қопар, мешіт салып тастап, мені айтып жүріңдер ертең, дейтін болса, түпәй күйсін болды ғой барлығы мысалы. Сол үшін ниетімізді жаңартып алайық та, иншалла. Соңына дейін тыңдап шығуды Алла баршамызға нәсіп қылсын, иншалла. Сіздердің тыңдағандарыңыз, сіздердің ықыластарыңыз бізге де әсер етеді. Неше түрлі сөздер, егер ықылассыз адамдар отыратын болса, кейде бұл сөзді айтпай қойыншы деп өтіп кетуіміз де мүмкін де. Biz inşallah kitaptan bарлық сөзін оқып шығуға тырысамыз иншалла. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк, би рахматика я архамар рахим.